Сәлем достар! Бүгін сіздермен бақ-бақ гүлінің қасиеті мен пайдасы туралы айтатын боламыз. Арнамдағы қызықты ақпараттардан қалыс қалмау үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Табиғаттағы әрбір өсімдік адам денсаулығына пайдалы екенін бәріміз білеміз. Ал ерте көктемде гүлдеп табиғатқа ерекше әсемдік беретін сары гүлдің адам денсаулығына тигізер пайдасы жайлы білесіз бе? Бақ-бақ гүлін ежелгі Рим мен Египет, тіпті Авиценна өзін дәрілік мақсатта қолданған. Гүлдің әр бөлігі өзіндік ерекше пайдасы бар. Тамыры көздің көру қабілетін арттырса, жапырағы тері және буын ауруларына ем. Ал гүлін ағзаны әрілендіру мақсатында пайдаланады. Бақ-бақ гүлінің адам денсаулығына тигізетін пайдасы иммундық жүйені нығайтады. Гүлдің құрамындағы дәрумен минералдар инфекцияға қарсы қорған түзейді. Адамды суық тиюден сақтап қана қоймай, сонымен бірге ауру кезінде адамның жағдайын жақсартады. Қору қабілетін арттырады. Егер сіз гүлдің құрамын жайлы жақсы танысып шыққан болсаңыз, онда бета-кератин көп мөлшерін біле аласыз. Бұл адамның көру қабілетін жақсартуға ықпал етеді. Әсіресе гүлді зейнетке шыққан қарт кісілер көптеп тұтыну қажет. Өйткені бақ-бақ адам ағзасындағы катарактілер, глаукома, көз ауруларына артуын жол бермейді. Айтпақшы, бета-кератин шаш, тері және тырнақ жақсы әсер етеді. Қан құрамындағы қант мөлшерін төмендетеді. Қант диабетімен де ауыратындар үшін бақ-бақ гүлін тұрақты қолданған жөн. Өйткені ол қан құрамындағы қант мөлшерін тиімді түрде азайтады. Асқазан, ішек жолдарының жұмысын қалыпқа келтіріп, бақ-бақ гүлін жеген кезде талшықтың болуына байланысты метаболизм жақсарып, ағзадағы токсиндердің уақытылы жойылуын ықпал етеді. Сондай-ақ өсімдік ас қорыту жүйесінің бірқатар ауруларын емдеуге қабілетті. Іш қатуда көмектеседі. Бақ-бақ гүлі ащы болғандықтан паразиттермен жақсы күреседі. Буын ауруларының алдын алады. Халықтық және медицина гүлдің хондропротектор ретінде ағзаға әсер ететіні белгілі. Бұл дегеніміз шеміршектің қалпына келуін реттейді. Әрі буын ауру мазалаған жандарға да жақсы көмектеседі. Жүрек тамыр жүйесін жақсартады. Гүлдің маңызды қасиеттерінің бірі жүрек пен тамырлардың нығайтады. Қан тамырларының құрамындағы артық холестерин мен токсиндерді тазартып, тромбоздың, атеросклероздың және жедел жүрек жеткіліксіздігінің дамуын болдырмайды. Гүл құрамында ағзаны қуаттандыратын тониктер бар, бірақ жүйке жүйесін қоздырмайды, керісінше жүйке жүйені тыныштандырады. Сонымен қатар бұл ұйқыны қалыпқа келтіруге көмектеседі. Әсіресе ұйқысыздық, мазасыз ойлардың туындағаны болса, мидың белсенділігін арттырады. Бақ-бақ гүлдері ми белсенділігін ынталандырады. Бақ-бақ гүлін жерден жұлып алып, жей алмайтынымыз анық. Сондықтан гүлмен салат пен тамақ жасауға болады. Бақ-бақ гүлі қосылған салат гүлді жапырақтан айырып, жақсылап жуыңыз. Кепкен соң, оған аздаған салат жапырағын қосып, зәйтүн майы немесе лимон шырынымен араластырып жеуге болады. Бақ-бақтан тосап жасап көрдіңіз ба? Бақ-бақ гүлдерін түні бойы суға салып, таңертең суды ағызып қайтадан шайыңыз. Гүлдерді табаға салыңыз. Таза, суық су құйыңыз. Оның мөлшері 1 литрдай болу керек. Туралған лимон қосыңыз, отты қосыңыз. Су қайнаған кезде отты сөндіріп, инфузияны 2-3 сағатқа қалдырып қойыңыз. Осы уақыттан кейін сироптың тартыңыз. Гүлдер мен лимондар енді қажет болмайды. Сиропқа қант, яғни оның мөлшері 1 килограмм. Қосасыз да пешке қойып
40 минут пісіресіз. Егер ол жеткілікті қалыңдатылмаса, ұзақ пісіріңіз, яғни ұзағырақ қайнатыңыз. Дәмі тіл үйіретін тосап дайын болады. Бақбақтың жапырақтарында кератиндік заттар бар. С және В витаминдері де бар. Бақбақ гүлінің жапырақтарынан және гүл сабақшаларынан қанат инозит табылған. Тамырлары мен жапырақтарындағы сүт сымақта шырыш және ащы зат гликозид бар. Тамырларында крахмалдың орнына әсіресе күзде 25%-ға дейін инулин жиналады. Жапырақтарындағы ашқылтым дәмнен құтылу үшін жапырақтарды әбден ағарғанға дейін сабанмен бүркейді, немесе жапырақтың кесінділерін 30 минуттай тұзды суда ұстайды. Ашқылтым дәмі қайтқанда және қуырғанда кетеді. Тағамға әсіресе көктем кезінде маринадталған гүл сабақшаларында пайдалануға болады. Ал қуырылған тамырларды кофе орнына ішеді. Емдік мақсатқа жапырақтары мен тамырларының сөлін тәбет ашатын, ас қорытуды жақсартатын және қан тазартатын дәрі ретінде пайдаланады. Бақбақтан істелген тағам бауырды жақсартады және зат алмасуды дұрыстайды екен. Әр түрлі халықтық медицинада тамыр мен құрғақ шөптің қайнатпасын асқазанның әр түрлі ауруларына өт айдайтын, іш босататын, қақырық түсіретін дәрі ретінде, сондай-ақ май толық сіңбегенде қолданады екен. Атеросклерозды анемияны емдеуге де болады. Тамырдан істелген ұнтақтар әртүрлі тері ауруларына және пигмент тақтарды кетіруге пайдалануға болады. Кейбір елдерде бақбақтан тосап, шарап сынды сусындар жасайды. Енді бір елдер осы гүлді отбасы мүшелерін сәтсіздіктерден сақтайтын қасиетті өсімдік ретінде құрметтейді екен. Сонымен қатар бақбақты ақшаның нышаны ретінде санайтындар да жоқ емес. Ал біршама елдерде бақбақты күннің егізі деп айтады екен. Оның сыры гүл шығыстан көтерілгенде бетін сол бағытқа алады. Тастөбеге келгенде басын тік көтереді. Ал батысқа батқанда сол жаққа мойнын бұрады да, күниясына батқанда ол да жабылып қалады. Оның үстіне бақбақтың келбеті мен түсі тап бір күннің өзінен айнымайды. Бақбақты сонымен қатар косметологиялық түрде қолдануға да болады. Бақбақ гүлі шын мәнінде тері мен шашқа қажетті пайдалы заттарға бай. Онда мыс, мырыш, кальций, калий, марганец, темір, бор, магний минералды, сондай-ақ В, В1, В3, В6 және А, С және Д дәрумендері мол. Бақбақ гүлінің бет терісін жұмсартып, тегістейтін, теріні ағартып, дәрумендермен байытатын, бөртпе, акне, пигментті дақтарға қарсы күресетін, солғын тартқан теріні балғын ретінде көрсетуге арналған тері қабынуларына қарсы күресіп, токсиндерді шығаратында қасиетке ие. Бұл мақсатта гүлдің сабағы, жапырағы, күлтелері, тамыры болсын, барлық бөлігін қолдана аласыз. Сепкіл не жас ұлғая келе пайда болатын дақты кетіру үшін әлі гүл ашпаған жас бақбақтың жапырақтары мен сабағын блендерден не ет тартқыштан өткізу арқылы майдалайсыз. Содан соң дәкеге орап сығу қажет. Осы алынған сығындыны мақта дөңгелекшелеріне малып, бет терісін сүртіңіз. Құрғақ әрі босаң тартқан қартайған тері үшін бақбақтың бірнеше дана гүлін блендермен езіп, оған табиғи балғын йогурт, кішкене бал қосып, біркелкі масса болғанша араластырасыз. Тазаланған бет терісіне жағып 25-30 минуттай ұстаңыз. Белгіленген уақыт өткен соң мақта дөңгелекшесімен бетті айналдыра массаж жасай отырып сүртіп тастау керек. Соңынан жылы сумен шаю қажет. Теріні жарқырататын тоник
Бақбақ тамырын ыдысқа салып, батып тұратындай етіп су құйып қайнатыңыз. Бір қайнаған соң оттан алып, суытып сүзу қажет. Алынған сұйықтыққа қаласаңыз 2-3 тамшы шай ағашы майын қосуға болады. Табиғи тоникпен күнделікті мойын мен бетіңізді сүртіп жүрсеңіз, теріңіз күн санап жарқырай түседі. Қоректендіргіш дәруменді маска бақбақ гүл шоғыры мен жапырақтарынан араластыра ұсақтап турап алыңыз. 1 ас қасық өсімдік кішігірім ыдысқа салып, үстінен 2 ас қасық ыстық сүт құйып, бетін жауып 10 минутқа қойып қоясыз. Содан соң 1 жұмыртқаның сары уызын қосып араластырыңыз. Егер теріңіз майлы болса, ақ уызының жартысын да қосып жіберген жеткілікті. Осы қоспаны бетіңізге бірнеше қайтара жағып, бір қабаты кепкен соң тағы қайталап жағу қажет. 20 минуттай ұстаған соң салқындау сумен шайып жіберіңіз. Өсімдік сабағынан бөлінетін сүттің шырыны терідегі сүйел мен папилломаны кетіреді. Ол үшін күніне бірнеше рет жаңадан үзіп алынған сабақпен үстерінен сүртіп тұрса болғаны. Теріде пайда болған мүйізгектің, яғни мозоль, үстінен бақбақ сабағымен сықылап сүртсе, немесе онымен компресс жасаса, қатты тері жұмсарып, оны алып тастау оңай болады. Бақбақтың сүттеген шырынын әсері күшті химиялық пилинг деп атасақ та болады. Оны терінің дақ, секпіл түскен тұстарына жағып, артынан сүт сары суымен айранмен ысқыласа, теріні айтарлықтай ағартады. Бақбақ гүлін шаш күтімінде қолдансаңыз, көп ұзамай түбірі бекіп, ұштануы азайып, қайызғақтан айырыласыз. Бақбақ тұнбасынан шаш шайғыш өсімдіктің сабағы мен жапырағын ұсақтап турап, үстінен қайнаған су құйып, яғни 1 стакан су және 1 ас қасық өсімдік пропорциясын қосасыз. Судың түсі қарауытқанша ұстаңызда сүзіп алыңыз. Шашыңызды әдеттегідей жуып, шайып болған соң, осы сұйықтықпен тағы бірнеше рет шайып жіберіңіз. Шаш түбірін қатайтатын тұнба жасағыңыз келсе, 1 стакан қайнаған суға 1 уыс өсімдік жапырағын салып, біраз уақытқа қойып қойыңыз. Кешкілік осы тұнбаны езілген жапырақтармен қоса шаштың түбіне жағып массаж жасаңыз. Күніне 2 рет қайталасаңыз, әсері де 2 есе арта түседі. Бақбақ жайлы айтылған сіздерге кеңестеріміз ұнаған болса, менің арнама тіркеліп қоңыраушаны басып, өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін маңызды. Сіздермен болған плюс бәріне керек арнасы.